Көсемәлі екеуміз кішкентай кезімізде бірге өстік, бірге оқыдық. Енді балалықтың қызықтары көп қой, бірақ Көсем екеуміз негізі бізді жақындастырған, сондай сырға айландырған мына шығармашылықты. Мектепте оқып жүргенде жаңағы қыздарға бәріміз де жаздық қой, қыздарға. Сол қыздарға жазылған алғашқы махаббат жырлары. Ең алғашқы соның бәрін Көсемәлі маған оқып беретін. Оғыш мынау қалай болыпты. Екеуміз сол сырласып өсті. Кейін Көсемәлі үлкен шығармашылыққа бет бұрды. Ол бүкіл осы оқырманның алдында сол жүріп атты соның бәрі. Кейін Көсемәлінің шығармаларына басқаша көз қарасымен қарай бастадым да. Өйткені бұлай қарапайым бір оқиғалар болғанмен, оның ар жағын тереңде үлкен бір айтылмаған сырлар, мұны өмірге деген бір құштарлық, бір жақсылықты көксеген бір керемет ойлар жатқан көргендей боламын да ылғи. Содан ана өзіне де кейін пікірімді айтып жүрдім. Мынау бір күні не жаздым, рецензия, Көсемәлінің көші деген. Сондағы қазір есімде қалғаны, бұның шеткері үйдің жарығы деген кітабы бар да. Сондағы баланың жаңағы спидпен ауырып, ол кезде біздің қоғамда ондай келе қоймаған уағы, бір жалпы хабар бар. Соны халыққа осыда сақтану керек деген сияқты бір ой айтқандай болды да жаңағы. Соны айттым, бұл Көсемәлі елді бір шығармаларымен, осы көркем әңгімелерімен елді сақтандырып жүргенде бір сезім пайда болды да. Жуалыға бара жаттық. Көсемәлінің көлігімен. Жолда Көсемәлі айтты, әңгімелесіп келе жатырық, мен саған бір кітабымды сыйға тартайын деді. Маған мына кітап ұсынды. Арам деген. Бүйтіп қарадым да оқыдым, мынаны оқымай-ақ қою керек қой дедім. Көсем шошып кетті. Неге деді? Мына бір ауыл сөздің мына 4 әріптен тұратын арам деген сөз бүкіл қоғамдағы қазіргі жағдайды көз алдыма елестетті ғой мынау дедім. Мынау бүгінгі күнге нені көз алдыңа елестетсең, қазір бүкіл аран ашылған қоғамды көресің да. Біздің жаңағы мына жемқорлық, дүниенің артынан кету, дүние үшін қырылыс, біздің рухани жан дүниемізде қазір бір регресс жүріп жатқандай. Осыны Көсемәлі осы шығармаларында өте бір көркем, өте бір ұғынықты, санаға жеңіл, жүрекпен қабылдайтындай етіп жеткізгенде мына нені, жаңағы аран ашылған қоғамның жаңағы суретін. Көсемәлі келесі бір тура осыны жалғас іспеттес, менің құзғыным әңгімесі. Құзғын деген өз табиғатында тек қана өлексемен қоректенетін, арам өліп қалған жаңағы жәндік жануарлардың өлексесімен қоректенетін құста бұл құзғын деген. Қазір көз алдыңа осы құзғынды оқыған кезде қоғамдағы болып жатқан жаңағы сыбайлас жемқорлықтың
негізі қайда жатыр дегенді осыдан көруге болады да, жаңағы құзғыннан. Вот жалпы Көсемәлі туралы айтатын ойым осы. Оған қазір енді осы арада творчестволық ізденістер тілей беремін.